Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі түс жору жайлы видеомыз әйел адам түсінде жұлдыз көрсе қалай жорылады, сол жайлы болады. Өткен түс жору жайлы видеоларымызда көрмеген болсаңыз, каналымызға тіркеліп, көріп шықсаңыздар болады. Ал ендеше бастайық. Егер бойдақ қыз түсінде жұлдыз көрсе, мақсатыңыз орындалып, мансабыңыздың көтерілетіндігін білдіреді. Аллаға көп шүкір айтып дұға тілеңіз. Сондай-ақ Ибн Сириннің айтуынша, бойдақ қыз түсінде жұлдыз көрсе, өте беделді адамға тұрмысқа шығатындығын білдіреді деген. Және түс жорушы ғалымдар бойдақ қыздың түсінде жұлдыз көруі ол қыздың басына қонған бағын білдіреді деген. Күнәлі істер жасап, сол басындағы бағын кетіріп алмасын деп кеңес берген. Егер бойдақ қыз түсінде көп жұлдыздардың құлап жатқандығын көрсе, алға қойған мақсатына жете алмай жатқандығын білдіреді. Ал егер жүкті әйел түсінде жұлдыз көрсе, ер бала дүниеге әкелетіндігінің белгісі және жеңіл босанатындығын білдіреді. Тұрмыстағы әйелдің түсінде көк жұлдызды көруі үйіне береке келетіндігінің белгісі. Егер тұрмыстағы әйел бұлтты аспанда жұлдыздарды көрсе, күйеуі екеуі арасындағы кейбір келіспеушіліктің бар екендігін және сол келіспеушіліктердің шешімі өзінің қолында екенін білдіреді. Тұрмыстағы әйел түсінде жұлдыз көрсе, басындағы қайғысынан айырылып, бақытты ғұмыр кешетіндігін білдіреді. Ал егер түсіңізде қызыл жұлдыз көрсеңіз, жұмысыңызда қиыншылықтар туындайтындығының белгісі. Тұрмыстағы әйел түсінде аспанда жұлдыздардың көп болып тұрғанын көрсе, жақында жүкті болатындығының белгісі. Ажырасқан әйел түсінде жұлдыз көрсе, Алла тағалаға ол әйелге үлкен сый дайындап қойғандығын білдіреді. Ажырасқан әйел түсінде құлап жатқан жұлдыз көрсе, басындағы қайғы мұңын білдіреді. Достар, осымен түс жоруға арналған шығарылымыз аяқталды. Егер де біздің видеомыз ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар және де подписаться бөлімін басып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.